Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Осындай пеште піскен тауық пен картоп пісіретін боламыз. Яғни осы магийдің для сочной курицы с чесноком деген түрімен пісіреміз. Кешке қандай тамақ жасарларыңызды білмей отырсаңыздар, осы тамақты жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Бізге ең алдымен 2 жуа, яғни пияз десек те болады. Соны осындай қалыпта турап аламыз. Картопты үлкендеу етіп тураймыз. Мен бұл тағамыма сәбізді қостым, өзіме қатты ұнайды. Ал сіздер ұнатпайтын болсаңыздар, қосқыларыңыз келмесе, орнына басқа көкөністерді қоссаңыздар болады. Дәл осындай қалыпта турап аламыз. Келесі окорочка, мен 2 аяқтың окорочкасын алдым, яғни тауық еті. Барлығын турап алғаннан кейін бір-біріне қосып, үстіне тұз және осы магийдің приправасын қосамыз, яғни барлық ішіндегі приправасын қосып жібереміз. Келесі 4 чайный қасық майонез саламыз және барлығын дұрыстап, жақсылап приправасы сіңгенше дейін араластырып аламыз. Және де осы магийдің үстінде гажерін қиып, ішінен осындай мешогын аламыз, яғни салафан десек те болады. Ішінен осындай қызыл нәрсе шығады, яғни бұл бізге бетін жабып тұруға керек. Аузын ашып, жақсылап жаңағы қоспамызды осының ішіне саламыз. Яғни осы салафанның ішіне піскен тауық еті мен картоп маған қатты ұнайды, өте ерекше, яғни бір-біріне жабыспай, езілмей әдемі болып пісетін болады. Осылай бетін жауып, жаңағы қызылмен бекітетін боламыз. Және де осының сыртын біз инемен, яғни ауа өтіп тұру үшін 5-6 жерден тесіп шығатын боламыз. Осы дайындаған тағамымызды духовкаға, яғни пешке 180-200 градусқа 50 минутқа жібереміз. Мінекей тағамымыз дайын болды. Ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.